Салем, с вами Жолполох Шалия и канал Ана Тілі для тех, кто хочет выучить казахский язык. Сегодня мы будем слушать короткие тексты на казахском для легкого понимания. Давайте начнем. Тыңдалым 10 деңгей. Мектеп. Бүгін мен мектепке бардым. Мен 7-ші сыныпта оқимын. Бізде 5 сабақ болды. Бірінші математика сабағы болды, екінші қазақ тілі, үшінші орыс тілі, төртінші дене шынықтыру, бесінші сабақ тарих болды. Мен барлық сабақтан 5 алдым. Күз. Қыркүйек күздің бірінші айы. Жасыл жапырақтар сарыға боялады. Аспан жабық көк түсті. Жаңбыр жиі жауады. Күн салқын, жел қатты. Балалар мектепке барады. Туған күн. Бүгін менің досымның туған күні. Ол 10-ға толып жатыр. Оған машиналармен ойнаған ұнайды. Ол өзінің достарын қонаққа шақырды. Біз анам екеуміз оған сыйлық алдық. Ол әрине машина болды. Ақша. Адамдар ақшаны бір нәрсе сатып алу үшін қолданады. Ақша тиын және қағаз ақшаға бөлінеді. Біздің валюта теңге. Әр елдің өзінің валютасы бар. Ақшаны электронды түрде ұстауға болады. Машина. Мен машина ойнағанды ұнатамын. Себебі мен ер баламын. Машина қалай айдау керек екенін білемін. Маған машина айдап ойнау ұнайды. Менде 3 түрлі машина бар. Олардың түстері ақ, сары және жасыл. Бәрі керемет жүреді. Мен өзімнің машиналарымды жақсы көремін. Жыл мезгілі. Жылда 4 мезгіл бар. Ол қыс, көктем, жаз, күз. Менің туған күнім қыста. Менің анамның туған күні жазда. Менің әкемнің туған күні көктемде. Менің апамның туған күні күзде. Мен жаз мезгілін ұнатамын. Жазда күн жиі шығады. Дүкен. Анам мені дүкенге жіберді. Дүкенде бәрі бар. Мен нан, сүт және қияр алуға келдім. Анам маған 500 теңге берді. Мен сатушы апайға өзімнің қалауымды айттым. Ол маған нан, сүт пен қиярды пакетке салып берді. Мен 500 теңгені бердім. Маған 100 теңге қайтарды. Мен үйге қайттым. Алматы. Біз отбасымызбен Алматыға қыдырып келдік. Ұшақпен ұшу өте қызықты болды. Алматының әуежайы өте үлкен. Ата-анам жолды таба алмай адасып қалды. Содан олар басқа адамдардан жол сұрады. Адамдар мейірімді, жолды көрсетіп жіберді. Демалыс. Бүгін сейсенбі, ертең жексенбі. Бұл 2 күнде мен мектептен, ал ата-анам жұмыстан демаламыз. Үйді жинап теледидар қараймыз. Дүйсенбі күні сабаққа дайындалып, сабақ оқимын. Суға түсемін. Осылай біздің демалыс өтеді. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. С вами была Жолполох Шалия и канал Ана Тілі. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите в комментариях, какое видео снять в следующий раз.